Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 11-ші сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз өткенді бекіту. Менің сүйікті істерім. Мен бір таңбалы және екі таңбалы сандарды ондықтан аттап өту арқылы ауызша қосуды және азайтуды, екі бір таңбалы саннан 12 санын құруды үйренемін. Бірінші есеп. Балалардың әрқайсысы немен шұғылдануды ұнататынын анықта. Енді қосайық. 18-ге 4 қосқанда 22-ге тең болады. Біздер мына 22 санымен байланыстырамыз. Демек, мына қыз шахмат ойнауды жақсы көреді екен. Келесі, 11 азайтылған 9. Ол бізде 2-ге тең болады. 2 санымен байланыстырамыз. Келесі, 32 азайтылған 5. 32-ден 5 азайтылған кезде бізде 27 болады. 27 санымен байланыстырайық, ол мінекей. 27-ні таптық. Келесі, 11 азайтылған 7. Ол бізде 4-ке тең болады. Футболды кім жақсы көреді екен? Мінекей, мына оқушы футболды жақсы көреді екен. Келесі, 12 азайтылған 9. Ол бізде 3-ке тең. Біз кімнің сурет салуды жақсы көретінін табаймыз. Мінекей, байланыстырдық. Соңғысы 6 қосылған 5. 6 қосылған 5 11-ге тең. Біздер мына оқушының велосипед тебуді жақсы көретінін таптық. Келесі, екінші есепке көшеміз. Көрсетілген мәндерге сәйкес теңдіктер құрастыр. Бұл жерде бізге қосуымыз керек, және қосқан кезде 12 шығатын теңдіктер құрастырамыз. Қараңыздар, мысалы 10 мен 2-ні қосайық. 10 қосылған 2 тең болады 12. Мысалы 9 қосылған 3. 9 қосылған 3. Ол бізде 12-ге тең болады. 8 бен 4-ті қосып көрейік. 8-ге 4-ті қосқанда 12-ге тең болады. 7-ге 5-ті қосып көрейік. 7-ге 5 қосқанда 12-ге тең болады. Және бізде қалғаны, мінекей мына 1, 5, 6 деген қалды. Соларды қосайық. 1 қосылған 6 қосылған 5. 1-ге 6 қосқанда 7 болады. 7-ге 5 қосқанда 12 болады. Мінекей, бізде қосқан кезде 12 шығатын мысалдарды қарастырдық. Келесі, бізде азайту керек дейді. Азайту керек. Және азайтқан кезде 6 шығу керек. Қарайық, бізде 12 және 6 бар. 12-ден 6-ны азайтқан кезде 6-ға тең болады. Бізде 9 бен 3 бар. 9-дан 3 азайтқанда 6-ға тең болады. 14-тен 8 азайтып көрейік. 14-тен 8 азайтқанда 6-ға тең болады. 13-тен 7-ні азайтамыз. 13-тен 7-ні азайтқан кезде 6 болады. Осымен азайтуға байланысты бұл есепті біз шығарып болдық. Енді келесі есепке көшеміз. Үшінші есеп. Есептерді шығар. Кері есептер құрастырып, оларды шығар. Сен есеп 2 амалмен шығатындай сұрақты өзгерте аласың ба? Бізге айтады, есеп 2 амалмен шығатындай сұрақты өзгерте аласың ба дейді. Жақсы, осы есепті шығаруды бастаймыз. А нұсқасы. Сурет үйірмесіне 12 қыз және олардан 4-еуі кем ұлдар қатысады. Сурет үйірмесіне неше ұл қатысады? Қыздар, ұлдар, 4-еуі кем. 4-еуі кем. Ұлдар қыздарға қарағанда 4-еуі кем. Жақсы, біздерге есепті шығар деп айтты. Және кері есеп құрастырып, оларды шығар деп айтты. Енді есеп 2 амалмен шығатындай сұрақты өзгерте аласың ба дейді. Шешуін табайық. Шешуі. 12-ден 4-ті азайтатын болсақ, бізде ол 8-ге тең болады. Жауабын жазамыз. Жауабы. Сурет үйірмесіне 8 ұл қатысады. Сурет үйірмесіне 8 ұл қатысады.
осымен А нұсқасын аяқтаймыз. Келесі есеп. Ә нұсқасы. Веложарысқа 20 ересек адам және 30 бала қатысты. Веложарысқа ересек адамдарға қарағанда балалардың нешеуі артық қатысты? Жазайық. Ересек адам 20-ға тең, ал балалар 30-ға тең. Енді бізге сұрақ қойып тұр. Веложарысқа ересек адамдарға қарағанда балалардың нешеуі артық қатысты дейді. Осында екі бағыты бар, бағыттауыш қоямыз. Қанша артық екенін табуымыз керек. Қанша артық екенін табуымыз керек. Енді шешуі. Біз бұл жерде үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Және біздер бұл жерде балалардың көп екенін байқап тұрмыз. Және сонда 30-дан 20-ны азайтамыз. Ол бізде 10-ға тең болады. Демек, веложарысқа ересек адамдарға қарағанда балалардың 10-ы артық қатысты. Жауабын жазамыз. Веложарысқа ересек адамдарға қарағанда балалардың 10-ы артық қатысты. Есебімізді аяқтаймыз. Шешуін және жауабын жаздық. Келесі есеп. Тиімді тәсілмен есепте дейді. Қараңыз, бізде 2 қосылған 18 дейді. 2 қосылған 18. Біз бұның қосылғыштарын орнына ауыстырып, 18 қосылған 2 деп жазайық. 18-ге 2 қосқанда бізде 20 болады. Келесі. 4 қосылған 16. Қосылғыштарын орнына ауыстырып, 16 қосылған 4 деп жазамыз. 16-ға 4 қосқанда 20 болады. Келесі. 5 қосылған 10. Қосылғыштарын орнына ауыстырып, 10 қосу 5 деп жазамыз. 10-ға 5 қосқанда 15 болады. Келесі. 2 қосылған 9. Қосылғыштарын орнына ауыстырып, 9 қосу 2 деп жазамыз. Енді қараңыз. Біздер 9-ға неше қосқанда 10 болады? 9-ға неше қосқанда 10 болады? Ол 1. 2-ден 1 азайтқан кезде 1 болады. Сонда 9 қосылған 1 деп жазамыз. 9-ға 1 қосқанда 10 болады. 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Келесі. 3 қосылған 8. 3 қосылған 8 тең болады. 8 қосылған 3 деп қосылғыштардың орнын ауыстырамыз. Енді ойлаймыз. 8-ге неше қосқанда 10 болады? Ол 2. 3-тен 2-ні азайтқан кезде 1 болады. Жазамыз. 8 қосылған 2 қосылған 1. 8-ге 2 қосқанда 10 болады. 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Есепті шығардық. Арғай жалғастырамыз. Енді бізге 2-ге 10-ды қосу керек. 2 қосылған 10 тең болады. Қосылғыштарын орнына ауыстырып, 10 қосу 2 деп жазамыз. 10-ға 2 қосқанда 12 болады. Келесі. 2 қосылған 19. Орын ауыстыратын болсақ, 19 қосылған 2 деп жазамыз. Енді қараңыз, 19-ға неше қосқанда 20 болады? Ол 1. 19-ға 1 қосқанда 20 болады. 2-ден 1-ді азайтатын болсақ, бізде 1 болады. Сонда жазамыз. 19 қосылған 1 қосылған 1. 19-ға 1 қосқанда 20 болады. 20-ға 1 қосқанда 21 болады. 3 қосылған 28. 3 қосылған 28. Қосылғыштарын орнына ауыстырамыз. 28 қосылған 3 тең болады. 28-ге неше қосқанда 30 болады? Ол 2. Сонда 3-тен 2-ні азайтамыз, ол бізде 1 болады. Жазамыз. 28 қосылған 2 қосылған 1. 28-ге 2 қосқанда 30 болады. 30-ға 1 қосқанда 31 болады. Соңғы есеп 2 қосылған 16. 2 қосылған 16.
қосылғыштардың орнын ауыстырып 16 қосу 2 деп жазамыз. 16-ға 2 қосқанда 18 болады. Бірліктерін қосамыз, сонда 6-ға 2 қосқанда 8 болады, және бір ондығымыз бар, сонымен жауабы 18 шығады. Келесі ән нұсқасын шығарамыз. Бірінші есеп 2 қосылған 4 қосылған 6 дейді. Біз бұл жерде 4 пен 6-ны алдымен соны қосып алуымыз керек, одан кейін қосу 2 деп жазамыз. Бірінші 4 пен 6-ны қосу керек, сосын оған 2-ні қосу керек. 4 пен 6-ны қосатын болсақ, ол бізде 10 болады. 10-ға 2 қосқанда 12 болады. Келесі 4 қосылған 1 қосылған 6. Біздер бірінші 4 пен 6-ны қосуымыз керек. Сосын оған 1-ді қосамыз. 4 пен 6-ны қосқанда 10 болады. 10-ға 1 қосқанда 11 болады. Келесі 5 қосылған 7 қосылған 5. Жазамыз. Бірінші 5-ке 5-ті қосамыз. 10 болу үшін. Сосын оған 7-ні қосамыз. 5-ке 5 қосқанда 10 болады. 10-ға 7-ні қосамыз. 17 болады. 2 қосылған 9 қосылған 8. 10 болады. Бізге 10 шығу үшін біздер 2 мен 8-ді қосуымыз керек. Сосын оған 9-ды қосамыз. 2-ге 8 қосқанда 10 болады. 10-ға 9 қосқанда 19 болады. 3 қосылған 8 қосылған 7. Алдымен 3 пен 7-ні қосамыз. Сосын оған 8-ді қосамыз. 3-ке 7 қосқанда 10 болады. 10-ға 8 қосқанда 18 болады. 2 қосылған 10 қосылған 8 деген есепті шығарамыз. Бұл жерде алдымен 2 мен 8-ді қосайық. 2 мен 8-ді қосайық, сосын оған 10-ды қосамыз. 2-ге 8 қосқанда 10 болады. 10-ға 10 қосқанда 20 болады. 2 қосылған 9 қосылған 18. Қараңыздар, біздер алдымен 2-ге 18-ді қосуымыз керек. Себебі қосқанда 20 болады. 2-ге 18-ді қосамыз, сосын оған 9-ды қосамыз. 2-ге 18 қосқанда 20 болады. 20-ға 9 қосқанда 29 болады. Одан кейін 13 қосылған 8 қосылған 7 деп жазайық. Біз алдымен 13 пен 7-ні қосуымыз керек. Сосын оған 8-ді қосуымыз керек. 13-ке 7 қосқанда 20 болады. Оған 8-ді қосқанда 28 болады. Енді соңғы есебіміз қалды. 12 қосылған 8 қосылған 10. Бұл жерде қосылғыштардың орнын ауыстырмаймыз. Себебі барлығы өз орнымен тұр, барлығы ыңғайлы, тиімді тәсілмен өз орнында тұр. Енді 12-ге 8-ді қосқанда 20 болады. 20-ға 10 қосқанда 30 болады. Осымен ә есебін аяқтадық. Келесі есепке көшейік. 5-ші есеп. Абзал, Мирас, Бауыржан, Әнуар өзен жағасына барды. Мирастың бойы балалардың арасында ең ұзыны емес, бірақ Абзал мен Әнуардан ұзын. Ал Абзалдың бойы Әнуардан қысқа. Суреттегі балалардың есімін анықта дейді. Біздер алғашқы сөйлемді оқитын болсақ, ол былай дейді. Абзал, Мирас, Бауыржан, Әнуар есімді оқушыларымыз бар. Олар өзен жағасына барған екен. Алғашқы сөйлемді түсіндік. Енді қараңыз. Мирастың бойы балалардың арасында ең ұзыны емес. Мирас деп жазып қойайын. Мирас. Мирастың бойы балалардың арасында ең ұзыны емес. Ол ең ұзыны емес, бірақ ол Абзал мен Әнуардан ұзын екен. Ол Абзал мен Әнуардан ұзын екен. Сондықтан мен Мирасты жоғарыға жаздым, ал Абзал мен Әнуар одан кішкентай болғандықтан мен оны астына жаздым. Енді былай дейді. Ал Абзалдың бойы Әнуардан қысқа. Абзалдың бойы Әнуардан қысқа. Олай болса, біз Абзал мен Әнуардың орнын ауыстыруымыз керек. Себеп айтып тұр. Абзалдың бойы Әнуардан қысқа. Абзал Әнуарға қарағанда кішкентай екен. Сондықтан орнын ауыстырайық.
суреттегі балалардың есімін анықта дейді. Сонда бізде ең үлкені кім? Ең үлкені Бауыржан. Ең үлкені Бауыржан. Енді осыларды сәйкестендіреміз. Суреттегі балалардың есімін анықта деді. Ең ұзыны Бауыржан. Мінекей, бұл бізде Бауыржан. Одан кейін бізде Мирас. Одан кейін бізде Әнуар. Ең кішкентайы бізде Абзал. Мінекей, барлық оқушыларды өздерінің бойларына байланысты сәйкестендірдік. 5-ші сыныпты аяқтаймыз. Осымен, құрметті оқушылар, бүгінгі біздің сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған математиканы барынша оңай түсіндіруге тырысып жүрген ұстаздарыңыз Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.